Бүгінгі көңіл күйлерің қалай? Жақсы. Сабақты бастаймыз ба? Дайынсыздар ма? Иә. Олай болса сабағымызды бастаймыз. Үйге тапсырма не бердім мен? Септіктерді бердім, иә? Қазақ тілінде қандай септіктер бар? Қазақ тілінде 7 септік бар. 7 септік бар. Қандай? Атау, ілік, барыс, табыс, шығыс, сатыс. Жатыс, шығыс, көмектес. Жақсы. Ал бала сөзін ағырып тез септеп өтші. Бала, баланың, балаға, баланы, баладан, баламен. Баладан, баламен. Бір септік қап кетті. Оқушы сөзін септейміз. Оқушы, оқушының, оқушыға, оқушына, оқушыда, оқушылығымен. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Ал енді балалар, екі топқа бөлініп алайықшы. Келді, түрлі түсті қағаздар бойынша екі топқа бөлініп алайық. Бірінші топ табиғат қорғаушылар тобы, екінші топ жас экологтар тобы. Қызыл түстілер табиғат қорғаушылар тобы болады, көк түстілер жас экологтар тобы болады. Қазір жай-жайымызды жайғасамыз. Жайғасып алдық па? Түзіп отырамыз. Жайғасып алдық, балалар? Ал енді балалар, жаңа сабаққа деген қызығушылығымызды ояту мақсатында бір шаң ғана бейнематериал, бейнефильм көріп келші. Жатырақ мұқият тыңдаймыз. Бұны тыңдамасақ келесі тапсырмаларды біз орындай алмаймыз. Мемлекеттік табиғи қорық қоры, қоршаған ортаның табиғи алаңдар, ғылыми зерттеулерге ағарту жағынан ерекше қылды. Мемлекеттік қорғауға алынған аумақтардың жиынтығы. Қорықтардың басты мақсаты табиғи ландшафтылар эталонын, мұндағы тіршілік ететін өсімдіктер мен жануарлар дүниесімен қоса сақтау, табиғат кешендерінің табиғи даму заңдылықтарын анықтау. Соңғысы адамның шаруашылық әрекетінен табиғатта болатын өзгерістерді болжау үшін аса қажет. Қазақстан қорықтар саны жөнінен ТМД-ға кіретін республикалар арасында 16-шы орын алады. Дегенмен, республика жерінің көлеміне шаққанда қорықтар үлесі жөнінен 13-ші орында. Бұл Қазақстан секілді ұлан байытақ республика үшін қорықтар көлемінің әлі де болса аз екендігін көрсетеді. Қазіргі кезде нақты қорық жұмыс істейді. Бұл әрине Қазақстан табиғатының алуан түрлі табиғат жағдайларын толық көрсету үшін жеткіліксіз. Сондықтан болашақта ғалымдардың табиғатты қорғау қоғамы өкілдерінің ұсынуымен тағы 15 қорық ұйымдастырылмақшы. Қазақстанда жұмыс істеп жатқан қорықтар тізімі. Ақтау-Жабағалы қорығы 1926 жылы ұйымдастырылды. Бұл Қазақстандағы ертеден келе жатқан қорық. Наурызым қорығы 1931 жылы ұйымдастырылған. Бұл Қостанай облысы Наурызым ауданында орналасқан. Алматы қорығы 1931 жылы құрылған. Аумағы 71,7 гектарға жуық. Әртүрлі ландшафт зоналарында жатыр. Барсакелмес қорығы Арал теңізінің солтүстік батыс бөлігіндегі өзі аттас шөлейтті аралда орналасқан. Қорық 1939 жылы ұйымдастырылған. Қорғалжын қорығы 1960 жылы құрылған. Қорық Ақмола облысының 220 гектар жерін алып жатыр. Марқакөл қорығы 1976 жылы құрылған. Қорық солтүстігінде Қазақстан Алтайының ұшу жотасымен оңтүстігінде теңіз деңгейінен 1447 метр биіктігінде Азауттау жотасы аралығында аса әсем марқакөл шегінде орналасқан. Үстірт қорығы республикадағы ең жас қорықтың бірі. Ол Маңғыстау облысында 1984 жылы құрылды. Батыс Алтай қорығы 1992 жылы құрылған. Ауданы 56 гектар. Алакөл қорығы 1998 жылы құрылған. Ауданы 197,1 гектар. Қаратау қорығы 2004 жылы құрылды. Көлемі 34,3 гектар. Ал балалар, мына шағын бейнефильмнен не түсіндіңдер? Қорықтар туралы, иә? Қорық дегеніміз не екен? Қорық дегеніміз не екен? Қорық ол жойылып бара жатқан аңдарды сақтап қалу үшін құрылған шара. Иә, қорық. Тағы да? Қорық неге керек екен?
жойылып бара жатқан құстарды қорғап қалу мақсатында құрылған қорық тағы табиғаттағы өзгерістерді болжау мақсатында да аса қажетті қорық екен. Ал енді сонымен бүгінгі тақырыбымыз қандай екен? Қазақстан қорықтары табиғат байлықтары. Енді осы бейнефильмде мұқият тыңдаған болсаңдар, ТМД елдерінде біздің қорықтар саны бойынша нешінші орында екенбіз? 16-шы орында екенбіз. Ал енді жер көлемі бойынша 13-ші орында екенбіз. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Енді балалар осы қорықтың алдында мынандай белгі тұрады. Бұл белгі неге бұндай белгі тұрады? Қараңдаршы мұны. Мынандай белгі қойылады. Бұл белгі неге? Алдияр? Еліміздегі жойылып кету қаупі бар жануарлар және де өсімдіктер, құстар, оларды қорғап қалу үшін қойылған белгі. Я, Диана? Еліміздің табиғи байлығын өз қалпында сақтау. Жақсы. Өсімдіктер мен жануарларға қамқорлық көрсету мақсатында қойылған белгі. Тағы қандай белгі? Не деп айтуға болады? Я, Нұрали? Аң құстардың молайту және су құстарының мамырлайтын балықтардың уылдырық шашатын көлдерді қорғау мақсатында қойылған белгі екен. Жақсы балалар, жарайсыңдар. Ал енді қорыққа кірерден алдын мынандай белгілер қойылды дейді. Топпен жұмыс істейміз, топ бойынша. Бұл белгілер неге? Неге бұндай белгілер қойылған? Суретке мартық, суретті сипаттап беріңдерші маған. Қаны, қайсы топ дайын? Ал. Бірінші суретте ағаш балтамен өсімдіктер шабуға болмайды. Я, түбін шабуға болмайды. Келесі сурет? Екінші суретте Екінші сурет басқа оқушы айтсыншы. Екінші суретті. Кім айтады? Екінші суретте гүлді үзуға болмайды. Қолды қолмен жұлуға болмайды өсіп тұрған гүлдерді, я. Мына топтан сұрайықшы. Келесі топ. Я, мына сурет не үшін қандай белгі? Тапаншаның суреті тұрған суретте құстарды, Жан-жануарларды, аңдарды атуға болмайды. Я. Келесі сурет? Келесі суретте, бесінші суретте біз өсімдіктерді жұлып алып, оған химикатты заттарды төгуге шашуға болмайды. Улы заттарды шашуға болмайды. Улы заттарды шашқан уақытымызда барлық түптері түбімен жойылып кетуге мүмкін, я. Тағы да бір сурет қалды ғой. Қайсы сурет қалды? Я. Гүлді аяқпен басуға болмайды. Өсіп тұрған гүлдерді аяқпен жаншып, басып езуге болмайды. Жақсы, отырамыз. Ал енді балалар, кітабымызды ашайықшы. Кітапты ашамыз. Кітапта 17-ші бетте 3-ші тапсырмаға қарадық, мәтін берілген. Мәтінді жақсылап мұқият оқимыз. Сендерге уақыт беріледі. Жақсылап мұқият оқимыз да осы мәтін бойынша жұмыс істейміз. Ал балалар, мәтінді жақсылап оқып шықтық па? Түсіндік па? Түсініп оқыған шығармыз деп ойлаймын. Ал енді сендерге мен сол мәтін бойынша сұрақтар қоямын. Бірінші сұрақ, қол көтеріп жауап береміз. Ақсу-Жабағылы қорығының ауданы қанша? Ақерке? Ауданы 74.416 гектар. Аумағын алып жатыр екен, иә. Екінші сұрақ, Қазақстанда неше қорық бар және олардың толық атап шық. Алдияр? Қазақстанда 9 қорық бар. Оның біріншісі Ақсу-Жабағылығы. Қарап айта береміз. Кітапқа қарап, себебі біз кітаптан дайындалдық қой. 1900, оның біріншісі 1927 жылы құрылған. Иә. Ал Алматы қорығы 1931 жылы құрылған. Наурызым қорығы 1959 жылы құрылған. Төртіншісі Барса келмес 1939 жылы құрылған. Кейінгісі Қорғалжын қорығы. Ол 1968 жылы. Марқакөл қорығы 1976 жылы. Үстірт қорығы 1984 жылы. Батыс Алтай қорығы 1992 жылы құрылған.
соңғы қорығымыз Алакөл 1998 жылы құрылған. Жақсы. Үшінші сұрақ. Қызыл кітапқа енген өсімдіктердің атауы. Диана. Керіп, қызғалдақ, Толық жауап береміз. Қызыл кітапқа енген өсімдіктің атауы 18 түрі бар екен. Иә. Грек қызғалдағы. қызғалдағы, камфон қызғалдағы, Примола және басқасы. Және басқалар. Жақсы. Төртінші сұрақ. Осы қорықта ең сирек кездесетін көбелектің атауы. Толық жауап береміз. Осы қорықта ең сирек кездесетін көбелек Аполло көбелегі. Жақсы. Қорықтың алға қойған мақсаты қандай? Өсімдіктер мен жануарлардан қорғап, қорын молайта беру. Қорын молайту мақсатында. Иә. Қорықтағы қандай дәрілік өсімдіктерді білесіңдер? Қорықта дәрілейтін 200-дей өсімдіктің түрлері бар. Олар анды, қарабуын, тағы да басқа. Иә, жақсы, жарайсыңдар балалар. Ал енді сол кітапқа қараңдаршы, кітапта карта берілген. Картада қорықта орналасқан. Соны біз топпен жұмыс істейміз. Мына картаға жылдан тез орналастырамыз. Ретінен картаға орналастырып жазып шығамыз. Тез жылдан. Ал сендерге енді уақыт беріледі. Осыған кезде берілмесін. Картаға қорықтарды рет-ретінен орналастырдық па? Иә. Ал мына топтан бастайықшы. Бірінші топ. Көрсетеміз. Бірінші қорық Ақсу Жабағалы қорығы, екінші қорық Алмабек қорығы, Алматы қорығы, үшінші қорық Наурызым қорығы. Ал төртінші қорық Барсакелмес қорығы, бесінші қорық Қоржалжын қорығы, алтыншы қорық Марқакөл қорығы, жетінші Үстірт қорығы, сегіз Батыс Алтай қорығы, тоғызыншы Алакөл қорығы, оныншы Қаратас қорығы. Жақсы. Мына топта қанық сендер қалай орналастырыңдар? Дұрыс орналастырыңдар ма? Сен бір оқушы тұрып айтсаңшы маған. Нұрай. Көрсет. Бері қарай көрсет мынаны ұстап. Бізде бірінші қорық Ақсу Жабағылы, екінші қорық Алматы қорығы, үшінші қорық бізде Наурызым қорығы, төртінші қорық Барсакелмес қорығы, бесінші қорық Қорғалжын қорығы, алтыншы қорық Марқакөл қорығы, жетінші қорық Үстірт қорығы, сегіз Батыс Алтай, тоғыз Алакөл, 10 Қаратас қорығы. Жақсы, жарайсыздар. Өте тамаша. Отырамыз. Ал енді балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылау мақсатында. Ал енді балалар, мына сабақты қорытындылау мақсатында мен тақтаға Вен диаграммасын сызып қойдым. Бір оқушы шығып, жануардың пайдасын, өсімдіктің пайдасын жазайықшы. Екеуінің екі түрлі пайдасы бар. Қазір тақтаға Нұрали, Алдияр кел. Сен жануарға жаз, Алдияр өсімдікке жаз. Жануар не істейді? Сосын тағы не? Бізге өсімдік не береді? Оттегі береді. Сосын киім кешек, иә? Киім кешек, тағы не болады? Сусында болады. Сүт береді. Ал енді түсіндірейікші, Алдияр, өзіңді түсіндірші, өсімдіктің пайдасы. Біз өсімдіктерден дәрі-дәрмек аламыз. Және де олардан шырын пайда болады. Бояулар шығарамыз. Және де олар біз үшін оттегі шығарады. Оттегі тарқатады. Жақсы, жарайсың. Ал Нұрали? Жануарлардан тағам сойып, тағам аламыз. Мінсек көлік, кисек киім, және де саусақ сүт береді. Жарайсың. Ал енді екеуінің балалар,
екеуінің ортақ қасиеті бар ма? Бар. Қандай қасиеті бар? Екеуі де не істейді? Екеуі де өседі. Тағы? Көбейеді. Екеуі де пайдалы, балалар. Түсініп қоя. Ал енді балалар, бүгінгі сабақтан не түсіндіңдер? Қорытындылайықшы. Бүгінгі сабақ қызықты болды деп ойлаймын сендерге. Не түсіндің? Қорықтардың мақсатын түсіндік, қандай мақсаты бар екен қорықтардың? Табиғатты тазалау ретінде және де жойылып бара жатқан жануарларды алып қалу, сақтап қалу мақсатында. Біз енді сол табиғатты үлес қосуымыз керек қоя, не істеуіміз керек? Табиғатты таза ұстауымыз керек. Табиғатты қорғауымыз керек. Солай ма? Өсіп тұрған өсімдіктерді, гүлдерді жұлмауымыз керек. Темекі тастамауымыз керек. Темекі тастайтын болсақ, қоқыс тастайтын болсақ, біздің табиғатты қорғай алмаймыз ғой, табиғатымыз ластанады, уланады. Дәрі-дәрмек төкпеуіміз керек. Солай ғой, балалар? Бүгінгі сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Жақсы балалар. Сау болыңдар.